Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 2024 жылы болатын ең үлкен өзгерістердің бірі зейнетақы аударымдары туралы айтқым келеді. Бізде 2024 жылы 1 қаңтардан бастап ОПВР деген ұғым енгізіледі. Бұның расшифровкасы обязательные пенсионные взносы работодателя деген мағынаны білдіреді. Егер бізде бұрын зейнетақы аударымдар тек қана ОПВ, яғни обязательный пенсионный взносы болса, енді бізде обязательный пенсионный взносы работодатель деген тағы да төлем қосылады. Бұл төлемді, яғни платежды барлық жұмыс берушілер төлейді. Яғни ИП-лар, ТО-лар, АО-лар, нотариустар, ЧСИ-лар, адвокаттар, яғни барлық жұмыс берушілер төлейді. Бұның ставкасы 1,5% құрайды. Төлеушілер жұмыс беруші болып есептелінеді. Яғни бұрын бізде ОПВ дейтінімізде ол жұмысшының жалақысынан алынып қалатын болатын, ал қазір обязательный пенсионный работодателя бұл яғни жұмыс берушінің өзінің қалтасынан шығатын шығын болып есептелінеді. Енді мына жерде өте маңызды жағдай, бұл төлемді тек қана 1975 жылы 1 қаңтардан кейін туылған азаматтарға ғана есептелінеді. Яғни 49 жастағы азаматтарға ғана есептелінеді. Егер сіз 1975 жылға дейін туылсаңыз, онда сізге бұл төлем төленбейді. Ал егер 1975 жылды 1 қаңтардан кейін туылған болсаңыз, бұл төлем есептелінеді. Енді сіздерге түсінікті болу үшін, жақсырақ түсінікті болу үшін, мен сіздерге мына жерге мысал келтіріп қойдым. Мысалы, кез келген зарплата 300 мың теңге зарплатаны алса, бұл жерде обязательный пенсионный взносы 30 мың теңгені құрайды. Обязательный пенсионный взносы работодателя жаңа ұғым 1,5%, яғни 4500 теңгені құрайды. ИПН 21570 теңгені құрайды. Взносы социальное медицинское страхование 6 мың теңгені құрайды, 2%, яғни социальное отчисление 9450 теңгені құрайды. Отчисление медицинское страхование 3%, 9 мың теңгені құрайды, және общий установой режимде жұмыс жасасаңыз, социальный налог 15630 теңгені құрайтын болады. Енді зейнетақы төлемдерін төлеу үшін сізде минимальный заработная плата, яғни ең төменгі жалақыдан кем болмауы қажет. 2023 жылы бізде ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құраса, 2024 жылы ол өсті, ол сома, яғни 85 мың теңге болды. Егер мына жерде сіздерге мысал жазып қойдым, егер ең төменгі жалақыны алатын болсаңыздар, обязательный пенсионный взносы, яғни 8500 теңгені құрайды, 10% бұрынғыдай, обязательный пенсионный взносы работодателя 1,5%, 1275 теңгені құрайды, ИПН 265 теңгені құрайды, себебі мына жерде 25 МРП-дан кем болғандықтан 90% корректировка жүреді. Взносы медицинское страхование 2%, 1700 теңгені құрайды, социальное отчисление 2678 теңгені құрайды, және отчисление медицинское страхование 3%, 2550 теңгені құрайды. Және егер общий установленный режимде жұмыс жасасаңыздар, социальный налог 772 теңге төлеуге тура келеді. Ал енді қалай төлейміз деген сұраққа жауап берсек, бұны төлеу сәл қиындық туғызады, өйткені бұны Каспи приложениесі арқылы төлей алмайсыздар. Бұл төлемді, яғни платежды төлеу үшін сіздер әзірге ГНПФ филиалдарына барып, яғни зейнетақы аударымдар жасайтын мекемеге барып, сол жерге қолма-қол ақшаңызды алып, сол жерде төлем жасайсыздар. Және де төлем жасаған кезде бұл жерде КНП, яғни код назначения платежа бізде 0,89 деп айтасыздар, а егер кешіктірсеңіз, яғни код назначения платежа пенясы 0,98 деп көрсетесіздер. Ал толық реквизиттер қазір сіздердің экрандарыңыздан шығады, өздеріңізге скрин жасап алуларыңызға болады. Міне 2024 жылы бізді осындай өзгерістер күтіп тұр. Егер сіз қаржы, бизнес саласында жаңалықтар бірінші болып естігіңіз келсе, бірінші болып көргіңіз келсе, онда менің Instagram және YouTube каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.